Ассалаумағалейкум, Яқин каналының көрермендері. Міне біз қасиетті Зүлхиджа айының алғашқы 10 күндігіндеміз. Құдай қаласа, асыл дініміздің қос мейрамының бірі Құрбан айт мерекесіне де санаулы күндер қалды. Осы орайда сіздерге Құрбан айтта, құрбан шалу кезінде жиі қойылатын сұрақтарға жауап ұсынатын боламыз. Егерде жобамыз ұнап жатса, видеомызға лүпіл басып, каналымызға жазылуды ұмытпаңыздар. Бүгін бізде қонақта Орбита мешітінің бас имамы Жанболат ұстазымыз. Ұстаз, қош келдіңіз. Қош көрдік. Ең бірінші, көңіл күйіңіз қалай? Альхамдулилля, Аллаға шүкір. Жақсы. Сөйтіп кішкене жымиып қойыңызшы, ұстаз. Әйтпесе кәдімгідей бір Құран оқытайын деп жатқан сияқты бір көңіл күйде отырамыз. Жалпы, ұстаз, енді мынау Құрбан айт мәселесінде көп сұрақтар қойылады халықтың арасында. Сол сұрақтарға жауап іздеп таппай әркімнен сұрап жатамыз, ағайын туған туысқандан сұрап кетіп жатамыз. Соған байланысты осы біраз сұрақтар тізбегін дайындаған болатынбыз. Сол сұрақтарды қойып бастасақ, уақытымызды созбай, ең бірінші сұрағымыз: биылғы тоқтылар құрбандыққа жарай ма? Бисмилля, альхамдулилля, вассалату вассаламу аля ман урсила бил худа ва ба'д. Биылғы тоқтылардың құрбандыққа жарай ма? Биылғы тоқтылар, ол мысал айтатын болсақ, кеше өткен жылғы жаңағы күзде төлдеген қойдың қосысы ғой, былайша айтқан кезде, әлі бір жасқа толмаған, жыл толмаған. Негізі құрбандыққа шалынатын мал, қой әсілінде негізі бір жасқа толған, бір жылға толған болуы керек. Ал бірақ та кейбір қойларға 6 айға толған болса, яғни пышаққа ілінетін болса, ондай қойларға рұқсат береді. Ол мысалы Ханафи фиқ кітаптарында да, Ханафи мазхабының фиқ кітаптарында да, оның ішінде Әл-Хадиятул Алаия деген кітап бар. Сол жерде бұл имам Ибн Абидин деген ұлы ғалым кісі өткен, сол кісінің ұлының кітабы. Сол жерде сол кісі осы нәрсені астын сызып ескертіп айтып өтеді. Егер 6 айға толса және пышаққа ілінетін болса деген шартты қояды. Себебі ол жерде егер кішкентай болса, мысалы сүйекті құры тері қаптаған болса, онда жарамайды дейді. Бұл тек қойға қатысты, сосын ешкіге жүрмейді. Ешкіге жүрмейді. Себебі ол белгілі, мысалы мал бағатын кісілер біледі, қой мен ешкінің арасында салмағында айырмашылық болады көлемінде. Сол үшін де 6 айға толған пышаққа ілінетін қоз-қошқарлар болса, күздік мысалы құрбандыққа жарайды олар. Машалла. Алла разы болсын. Жауап түсінікті сияқты. Келесі сұрақ: шектік шалуға шариғатымыз қалай қарайды? Шектік шалу. Шектік шалудан бұрын жалпы бір адамның атынан құрбандық шалуға бола ма, болмай ма деген нәрсеге тоқталып кететін болсақ, жалпы бұл қасиетті шариғатымызда бір адамның атынан Алла үшін құрбандық шалу бар нәрсе. Қасиетті шариғатымызда. Себебі Али радиаллаху анху да жасаған бұл амалды. Бұл мысалы, бұл шектік деген ұғымды, шектік деген нәрсені мен осы Алматы өңіріне келіп естіп білдім. Оңтүстік өңірде, басқа өңірлерде жоқ. Бұл біздің Қазақстан, қазақ жерінде кейбір аймақтарда жасалатын амал. Ол қалай жасалады? Бірінші соған тоқталып кетейік, шектікті. Бұны құрбан айт, бір малды бордақылап құрбан айтқа дайындайды да, бірақ құрбан айтқа бір күн қалған кезде, Арапа күні, жаңағы қай кісіге ниет қылды, қандай адамның атынан шалмақшы, соның атынан құрбандыққа бір күн қалған кезде шалып жібереді. Ал енді негізі шариғи тұрғыдан қарайтын болсақ, бұлай жасау дұрыс емес негізі. Неге? Себебі құрбандыққа адамның шамасы жете тұра, құрбандық малын құрбандыққа дайындай тұра, оны басқа нәрсеге шалуға болмайды. Себебі құрбандықтың үкімі ол біздің Ханафи мазхабында жағдайы жететін адамдарға уәжіп, міндет амал. Енді бұл адам бір күн қалған кезде сол міндет уәжіп амал тастайды да, не істейді? Шектік шалады. Арапа күні құрбандық қыл жібереді, бауызда жібереді. Бұл біздің қасиетті шариғатымызға кішкене томпақтау келеді. Ал енді сон бір күн сабыр қылып
құрбандық күні құрбан айт намазынан кейін шалса, онда бұл жалпы қасиетті шариғатымызға дұрыс келеді. Мысалы Алматы өңірінде шалады, мен де мысалы естімеппін шынымды айтқанда. Яғни арапа күні шалып жібереді бұл шектікті. Арапа күні. Бұл қайтыс болған кісілердің атынан ба? Қайтыс болған кісілердің атынан шалып жібереді, арнайы дайындап. Менің атымнан шаласашы деп берсе, ол шектік болып есептелінбейді ғой? Жоқ. Тек қайтыс болған адамдар. Иә, артында қалғандары. Онда бір күн шыдап айт намазынан кейін өзі шалуға берілген уақытта шалса да болды негізінде. Әлбетте. Негізі сондай болу керек әсілі. Асылда мүмкін шынымен де енді біздің ата бабамыз қандай нәрсені болса да шариғаттан алған ғой енді ұстаз. Иә. Мүмкін бұл жерде бір адамның бір қателігі кеткен шығар енді. Ең басында бастаған кісілер бұны шынымен де құрбандықты айт намазын оқығаннан кейін бастап шалған шығар. Бір ортада бір қателіктер кетіп, мүмкін. Иә. Мүмкін. Дұрыс ұстаз, Алла разы болсын. Ал келесі сұраққа кететін болсақ, егер бірігіп құрбандық шалған адамдардың арасында ет алу ниетімен ғана құрбан шалған адам болса дейді, құрбандыққа жарамды ма? Жай ет алу үшін ғана. Иә. Оны бірақ шалып жатқан жігіттер қасында достар білмейді, бірақ бұл өзінің ниеті жай ет алып қалайын дейді, көпшілікпен бірге деген. Ол білсе де білмесе де, ол жерде иштирок деп қояды ғой, жаңа бірігіп құрбандық шалу, бірнеше адамның жаңа қарамалды бірігіп құрбандыққа шалу. Бұл барлығы ортақ ниетте болу керек. Алла үшін құрбандық шалу ниетінде болу керек. Арасында ішінде біреуі жаңағы сол мысалы алдағы келе жатқан күндерінің азығы ретінде ғана ет керек болып солай қосылып кететін болса, онда бұл құрбандықтың шарттарын бұзады. Қалған кісілердің ниеті де бұзылып кетеді. Иә, болмайды. Енді бұл бір жай садақа болып қалады, құрбандық емес. Бір адамның ниеті сонда қалған адамдардың, мысалы 7 адам болып келісті, бір ірі қара мал сояйық деп. Біреуінің ойы жаңағы ет алып қалу үйге, Мен осыларға қосылып, жаңағыдай ет алып қалайын еді. Қосыла салайын, бір жілік, бір айлық азығым ғой деген секілді. Дұрыс. Қосылатын болса. Машалла, бізде қазақта жалпы жаңа бір қарын, бір құмалақ, бір қарын май шірітеді деп қараңызшы, бір адамның ниеті. Енді ондай нәрсе енді Құдай сақтасын, бірақ енді бұл да өмірде болып жататын жай ғой енді. Біз енді мынау шариғатты білетін, хабар бар адам ол нәрсеге бара қоймас, бірақ болып жатады. Сол болғаннан кейін де жел болмаса шөптің басы қимылдамайды. Осындай сұрақ туындаған болу керек. Рахмет, Алла разы болсын. Енді мен де кішкене уақытты үнемдеп сұрақтарға жауап алғанды жөн көріп отырмын. Арада бос әңгімені жібермей, әйтпесе маған уақыт берсе, ой, жібере беремін әңгімені. Алла разы болсын. Құрбан шалуға ниеттенген адам тырнақ шашын алмау керек пе? Жалпы бұл тырнақ шаш алу мәселесіне қатысты кішкене масқабаралық көзқарастар бар әртүрлі. Мысалы Шафии, Малики мазхабында мәкрух делінсе, Хамбали мазхабында тіпті қатты айтып харам деп жіберген да. Ал бізде Ханафи мазхабында бұл нәрсеге жеңіл қарайды, жаңағы өте жеңіл. Себебі мәкрух деп те, харам деп те айтпайды, жалпы рұқсат. Енді бұл халық арасында жаңағыдай тыйым салыну, қазір мысалы интернет желісінде әртүрлі жаңағы тақырыптарды қарайды, әртүрлі ақпараттарды қарайды. Содан шатысып, мысалы осы мынау Малики, Шафиғи не болмаса Хамбали мазхабының үкімін оқып қалған болуы мүмкін да. Сол үшін бұрын ертерек болмаған бұндай тыйым салу деген нәрсе. Қазір пайда болып жатқан нәрсе. Содан пайда болған шығар деп ойлаймын. Ал бірақ Ханафи мазхабында тыйым жоқ, рұқсат. Иә, әйтпесе, бір апта бұрын тырнағын алып алып, ойбай ертең құрбан айт келе жатады, бір апта бұрын тырнағын алып алып. Енді кім біледі, 3 күнде өсіп кететіндер бар ғой, тырнағы жылдам. Соларға қиын да. Дұрыс, Алла разы болсын. Енді мынау қазір шын айтқанда бұл да дұрыс ұстаз. Айтып жатқаныңыздың қазір әлеуметтік желі, мына WhatsApp желісі, Facebook тез келеді ғой. Халық жаңағы ақпаратты тез алады. Сосын жаңағы ұстаздарға жүгініп сұрау деген нәрсе жоқ. Соны көрді, болды. Жаңағы оң қалған ескертсең деген сияқтылар қазір көп қой. Дұрыс. Бұны да білген дұрыс. Яғни бізде бұл мәселеде қатты тыйым жоқ. Тырнақ алмай қойдым, ертең құрбандық шалмаймын деген әңгіме болмайды. Дұрыс. Иншалла жағдайыңыз жетіп тұрса, құрбандық шала беріңіз. Алла разы болсын ұстазым. Келесі сұрақ. Тәшрих тәкбірі деген не және қай күндер айтылады? Тәкбір, тәшрих дегеніміз ол
жалпы Алланы ұлықтау. Бұл жаңағы пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның үйретіп кеткен белгілі бір зікірі бар. Мысалы Аллаху акбар, Аллаху акбар, ла илаха иллаллаху аллаху акбар, валиллахил хамд деген дәл осындай ләпізбенен айтылатын тәкбір бұл. Бұл тәкбірдің уақытысы айямун нахр деп қояды. Құрбандық шалатын кезде айтылады. Құрбандық күндері сол. Нахр күндері деген. Ол негізі уақытысы көбісі құрбандықтың бірінші күні бастап жатады да таң намаздан. Негізі арапа күні таң намаздан басталады. Бір күн бұрын, 5 күн, яғни арапа күні таң намаздан басталады. Құрбандықтың бірінші күні, құрбандықтың екінші күні, құрбандықтың үшінші күні және төртінші күні асырда соңғы тәкбір тәшриқ айтылады. Бұл осы мынау төртінші күн деп жатқаным 5-ші күн арапа күнінен бастап есептеген кезде. Бұл әр намаздың, парыз намаздың соңында айтылады. Жалпы Ханафи мазхабында енді кей ғалымдарымыз, оның ішінде ұлы ғалымымыз, ғұламамыз имам Ағзам рахимахулла жамағатпен оқылатын намаздарда айтылуы міндет десе, шәкірттері жалпы жеке адамға да үйінде жеке өзі оқса да парыз намаздан кейін айтуды міндет дейді. Енді бұл пікір таластан шығудың бір жолы сол 5 күн таң намаздан бастап жаңа 5-ші күнгі екінті асыр намазына дейін айтса үзбей барынша жақсырақ болады. Дұрыс. Алла разы болсын. Тағы да қосып кететін тәшриқтің бірін егер де ұмытып кеткен жағдайда не істеуге болады? Ұмытып кетті. Мысалы, 5-інде ұмытып кетті, асырда айтты, шамда ұмытып кетті деген сияқты. Бұндай жағдай не істейді? Бұл мысалы, егер ұмытып кетсе, жеке өзі оқыған кезде ұмытып кетсе, имам Абу Ханифа рахимахуллахтың сөзін, пәтуасын ала саламыз. Себебі ол кісі жамағатта деді ғой. Жамағатта деді. Жамағатпен намаз оқыған кісілерге бұл міндет деді да. Міндет, уәжіп деді. Бұны тастаса, онда не болады? Күнәһар болып қалады. Ал сол үшін егер жеке оқыған адам ұмытып кететін болса, бұл кішкене жеңілдеу. Имам Абу Ханифаның көзқарасы бойынша. Дұрыс. Енді бізде дәл қазір енді карантинге байланысты барлығымыз жеке оқимыз үйде. Сондықтан ең бастысы ұмытпауға тырысу керек. Ал ұмытып кеткен жағдайда енді қатты уайымға салудың керегі жоқ. Дұрыс, Алла разы болсын. Келесі сұраққа көшсек, келесі сұрағымыз біздің биылғы карантинде құрбан айт намазын қалай оқимыз? Биылғы карантин режимінде баршамызға белгілі, мынау әлеуметтік желіде де Қазақстан мұсылмандары діни басқармасының ресми сайтында қайта-қайта хабарлап жатыр. Карантин режимін қатаң сақтау жайында мешіттеріміз өкінішке орай жабық, мынау індеттің алдын алу мақсатында мешіттеріміз жабық тұр. Бұл енді айт намазының жаңа оқылу шарттары бар, белгілі бір деңгейде. Сол шарттар орындалмаса, ол айт намазы дұрыс болып есептелмейді. Бұны үйде жеке-жеке оқу дұрыс емес. Үйде жеке-жеке оқылмайды. Ол бір мешітте не болмаса, үлкен бір алаңға шығып оқылады негізі айт намаз. Ал енді қазір біз мынандай жағдайда өмір сүріп жатқаннан кейін, жаңа карантин режимінде жүргеннен кейін олай жасау дұрыс емес. Жалпы үйде, егер жаңағы адам енді жылда оқып жүргеннен кейін қиналады ғой, жүрегі езіледі, биыл қалып кеттім айт намазынан деген секілді. Ондай кісілер оның орнына өздері жеке-жеке дұға намазына ниет қылып, 2 рәкағат дұға намазын оқып, дұға тілегін жасаса болады. Иншалла, Алла разы болсын. Шынымен де енді қаншама жұмамыз кетті осы карантинге байланысты. Енді барлығына да көніп келе жатырмыз, Алланың қалауы ғой енді. Бірақ енді муфтият діни басқармамыздың ресми парақшасында, сайтында көрсетіледі. Сол арқылы жаңа ұстазымыз айтқандай, күн шыққаннан кейін 2 рәкағат дұға намазын оқып, Аллахтан дұға қылсақ болады деген, альхамдулилля. Оған да шүкір. Сол күнде өзіміз жеке үйде отырып намаз оқығанымызға да шүкір ғой, дұрыс па ұстаз? Аллаға мыңда бір шүкір. Бұл күнде өтерде кетер. Келесі сұрақ ұстаз, құрбан шалуға қандай малдар жарамды? Құрбандық шалуға жалпы қасиетті шариғатымызда нұсқаулықтар бар.
қандай мал шалыну керектігін. Бірінші кішкентай ұсағынан бастасақ, қой, ешкі, ірі қара, сиыр яғни, сосын түйе малы. Сосын жастарында белгілеп берген қай жастан басталады деген секілді. Жаңа жоғарыда айтып өттік, негізі қой мен ешкінікі 1 жастан басталады. Ал қойға қатысты жаңағыдай қазір мысалы көктемнен жазға кірдік, мысалы күздік төлденген қой 6 айлық, мысалы пышаққа ілінетін болса оған рұқсат, бірақ ешкіге рұқсат емес. Ал ірі қара 2 жастан басталады, сиырлар. Ал түйе болса 5 жастан басталады. Бұдан басқа малдарды жаңа құрбандыққа шалу рұқсат емес. Және де біреулер, алла сақтасын, кейде жаңағыдай ит шалып жататындар да бар. Әйтеуір бір нәрсе істеу керек деген секілді. Тағы да басқа мысалы тауық шалатындар бар. Бұлардікі құрбандық болып есептелмейді. Қасиетті шариғатымыз белгілі бір бізге малдарды көрсетті, осыны шалыңдар деп, біз осыны шалуымыз керек. Дұрыс. Яғни қой, ешкі жалпылама айтатын болсақ, ірі қара малдан сиыр және де түйе болды. Қалған мәселе мүлдем әңгіме болмайды. Дұрыс. Алла разы болсын. Қалған тағы да сұрақтарымыз мына жерде ықшамдап қоя берсек, құрбан айт кезінде мал бағасының қымбаттауы күнә ме дейді. Дұрыс, осы мәселе. Құрбан айт жақындаған кезде малдардың бағасы күрт бірден көтеріле түсті. Шынды айтқанда алдын мысалы бір 35 мың деп тұрған үлкен қойларыңды құрбан айт күні 50 мың теңгеден аласың. Өйткені өзің құрбан шалғың келеді, амал жоқ, аласың. Бір жағынан жаңағы ренжіп кетесің ғой, сол жерде ниет бұзылып кетпей ма, осы мәселеге бір тоқталып кетсек. Бұл негізі жалпы бір енді исламдағы сауда-саттық мәселесі көтерілейін, талқыланайын деп тұр ғой енді. Бұл кез келген малдан бөлек, мал болсын, ол басқа нәрсе болсын, затқа сататын кезде үстіне жаңағы үстеме пайдасын қоятын кезде затқа қаралады ол. Зат күнделікті тұтынатын халықтың сұранысына ие ме қатты деген секілді. Халықтың сұранысына ие болмаған заттарға қанша қойса да негіз сатушы өзі біледі. Ал бірақ халықтың сұранысына ие, зәру қажет заттарға оншалықты деңгейде көп қоюға болмайды негіз. Белгілі бір мөлшерде сатып алушының жаңағы қалтасына салмақ түспейтіндей деңгейде, өзіне де бір кішкене пайда қалатындай көлемде қою рұқсат, одан жоғары қоюға болмайды. Оған мысал айтатын болсақ, күнделікті біздің тұтынатын зәру қажетті нәрселер, құмшекер, нан деген секілді күнделікті тұтынатын азық-түліктеріміз, және осы құрбандық мерзімі келген кездегі осы құрбандықта сатылатын малда осы үкімге кіргізсе болады, осы үкімге кіреді. Себебі бұл бүкіл жаппай жаңағы иісі мұсылман жерлердің барлығында бұл сол күні 3 күн не болмаса бір апта дейік мейлі, бас аяғы бір апта бұл мал сұранысқа ие болады өте қатты. Ол кезде жаңағыдай тым бағасын шарықтатып жіберу біздің шариғатымызға томпақ келеді, болмайды. Өйткені шынды айтқанда ұстаз, өзіміздің басымыздан да өтеді ғой. Мысалы, барасың 50 мың дейді. Бірақ сенің ақшаң жетіп тұр, бірақ сенің басқа да бір шаруаларыңа керек ау деп тұрған ақшаң бар ғой енді. Бірақ енді сен құрбандыққа ниет қылғаннан кейін барынша аласың. Бірақ алғаннан кейін кетіп баратқан кезде негізі сендердікі дұрыс емес деп айтып кетесің ғой. Сол кезде адам ниеті бұзылып кетпей ме екен негізінде? Құрбан шалайын деп тұрған адамның. Ниеті бұзылмайды, бірақ енді ол жаңағы құрбандық шалғанына ешқандай әсер етпейді. Бірақ бәрібір бір мұсылмандардың өзара бір көңілінде қайғы қалып кетеді. Сол ғой. Мысалы, жай күндері мысалы 4000 теңгеден қой сояды мысалы. Өзің соя алмайсың, өйткені соятын қалалық жерде, өйткені соятын жер қиын. Арнайы сойылатын жерлер болады. Сол жерге барсаң, мысалы, кезекте тұрасың, күтесің, шаршап өзің. Әйтеуір Аллаға дейін құрбандық шалам деген ниетіңмен тұрасың, барсаң. 6000 теңге, 7000 теңге дейтін сап. Бауырым, бір 4000 теңге, 5000 теңгем бар десең, соймайды. Негізінде бұл сол бағаға сойып жүрген. Жай күндері. Осы мәселе кішкене қинайды да, енді ол жерде. Орыстардағы спрос диктует цену дегендей секілді болып тұр ғой сол. Мынаны жазып қою керек, спрос диктует цену. Дұрыс, Алла разы болсын. Сондай болып тұр. Так что
Абайлаңдар дейсің, иә? Алла разы болсын. Ал ұстаз, құрбандық шалу кімдер үшін міндет саналады? Құрбандық шалу әрбір мұсылман балиғат жасқа толған, ақыл-есі дұрыс, басы азат, және де нисап мөлшерінде жеткен, яғни зекет міндет болған кісілерге құрбандық шалу міндет уәжіп. Бұл кісілер құрбандық шалмаса, Алланың алдында күнәһар болып, ертең қияметте сұралады. Міндетті түрде бұлар жыл сайын құрбандық шалуы керек. Бірақ мысалы, қарыз бар да, мысалы, өзіміздің айналамызда, өзіміздің басымыздан өткен қарызың бар, бірақ ол қарызыңды әйтеуір құтыласың ғой. Бірақ Алла үшін бір кішкене жинап отқан ақшаң бар. Соны Алла үшін шалып жіберейші, әйтеуір Алла берекесін береді ғой, кейін әйтеуір жеткізерміз. Анау да кішкене күте тұрар деген мәселе бола ма негізінде? Шариғи көзқараспен егер қарайтын болсақ, негізінде бұл кісі қарыздан құтылу міндет болып есептеледі. Ал оған ондай мойнында қарыз бар адам, дүние мүлкі нисап мөлшеріне жетпеген, зекет міндет болмаған адамға құрбандық шалу міндет емес. Бұл шариғат жүктемеген оларға. Жеңілдік оларға берілген. Енді бұл кісілер осы жеңілдікті пайдалана отырып, дұрыс, енді ол кісілер түсінуге болады. Елдің бәрі жаңағы құрбандықпенен Құдайға жақындап, жаратқан иемізге жақындап, құлшылық жасап жатқан кезде қарап отырғысы келмейді. Ал бірақ мынандай шариғи таразыға салған кезде бұл кісіге негізі ана қарыздан құтылған, ертерек құтылған абзалырақ болады. Дұрыс. Енді Алла Тағала да адамға бір қиыншылық бермеген ғой, барлық нәрсе өлшеп берген ғой, ұстаз деймін да. Иә, бұл сол кісіге беріліп тұрған жеңілдік та бұл. Бірақ енді мынау дұрыс айтып отырсыз, жаңағы намаз, жұма намазын оқымаған күндер, мысалы, жұмада WhatsApp-тан келеді. Жұма құтты болсын, жұма мүбәрәк болсын деп, мысалы. Бірақ жұма оқылмайды. Біртүрлі болып тұрасың ғой. Сол сияқты құрбандықты бәрі құрбан шалып жатқан кезде, сен сол жағдайың соған жетпей тұрғанына бір кішкене ыңғайсызданып, неге мен шалмадым, біреуден қарыз қалып шалассам қалай болады деген сияқты мәселелер туындауы мүмкін да. Яғни ол адамға міндет емес. Иә. Дұрыс. Яғни, иншалла, жағдай жеткен кезде Алла өмірін беріп жатса, шалуға болады. Иә, Алла Тағала әрбір қазаққа үйінде жеке-жеке әрбір отбасындағы мүше құрбандық шалуды нәсіп қылсын, иншалла. Сондай деңгейге жетуі нәсіп қылсын. Алла разы болсын дейміз да, келесі сұраққа кетеміз. Биылғы жылға байланысты өте маңызды сұрақ. Құрбандық шалу рәсімі қашан басталып, қай уақытта аяқталу керек? Құрбандық шалудың уақытысы негізі әсілі құрбандықтың сол бірінші күні айт намаз оқылғаннан бастап, үшінші күні жаңағы шам уақытысына дейін, құрбан айт күнінің үшінші күнінің шам уақытысына дейін құрбандық шалынады. Ал бірақ енді биыл кішкене жағдай басқаша болып тұр. Еліміздегі мынау індетке байланысты мешіттерімізде баршамызға белгілі, айт намаз оқылмайды биыл. Енді бұл кісілер қай уақытта шалады? Бұл кісілер негізі жаңағы пәтуа кітаптарда айнда қадри румх, жаңағы найза бойы, бір найза бойы көтерілген кезде, өзі айт намаз сол кезде оқылады ғой. Сол уақытқа жуықтап, сол уақыт кірген кезде, яғни духа уақытысы, духа намазының уақытысы кірген кезде, осы кезден бастап құрбандығын шалуға қамдана береді. Егер де үйде шалатын болса, өзі екі ракат духа намазын оқып, содан кейін бар. Міндет емес бірақ. Себебі дұрыс түсінбей қалуы мүмкін де кейбір кісілер. Енді тағы бір мәселе, осы құрбандыққа шалынған етті міндетті түрде міскіндерге тарату керек пе, әлде отбасыға алып қалуға бола ма? Енді бұл жерде құрбандық шалған адамдарды екіге бөліп қарастыратын болсақ, ішінде қалталылары бар, және жаңағыдай оңнан солдан тартып, тиыннан теңге құрап, бір қойдың ақшасын шығарып құрбандық шалғандар бар. Бұларға толықтай өзіне қалдырғаны абзалырақ болады бұл кісілерге. Ал жаңа қалталы кісілерге, жаңағы оларға бір бөлігін өздеріне қалдырса болады, ауыз тиюден, құрбандықтан ауыз тиеді. Ал екінші бөлігін келген қонақтарына асып береді, үшінші бөлігін таратып жіберген абзалырақ болады барынша. Машалла, дұрыс түсінікті.
Алла разы болсын. Өзіме аламын ау деймін бәрін. Примерно біріншісіне кіріп тұрмын дейсіз ғой. Иә, біріншісіне кіріп тұрмын екен мен. Құрбан шалынған малдың еті мен терісін сатуға бола ма? Енді терісі түсінікті ғой, еті қалай енді? Негізі болмайды. Екеуі де. Құрбандық шалған адам сатуға болмайды. Құрбандық шалған адам сатуға болмайды. Ал енді мысалы жаңағы бай жомарт кісілер құрбандық шалып барлығын таратып жіберетін болса, сол құрбандықтың еті қолына тиген кісі бар ғой, әлгі құрбандықтан алған, еттен алған кісі. Бұл кісі сатса рұқсат. Ал құрбандық шалған кісіге болмайды сатуға. Яғни енді ол кісі бір кісіден ет келуі мүмкін, бір кісіден жаңағы басы келуі мүмкін деген сияқты енді солай болады ғой, жиналып қалатын жағдай жоқ кісілерге, мұқтаж отбасыларға. Сол кезде біреуін сатып, кішкене құм шекерін деген сияқты мәселе, иә? Дұрыс мәселе, Алла разы болсын. Сосын ұстаз, бізде бұл көп кездесіп жататын жағдай. Мысалы, арнайы жаңа малды соятын жерлерде жаңа қасапшының ақысы деп, мысалы, етін бәрін жіліктеп бөліп береді, саған 3-ке бөліп береді, басын, терісін, жаңағы сирағын деген сияқты өзі алып қалады. Енді ол алғаннан кейін оны сатқан кезде неге сатады, ол садақа бола ма, я болмаса өзіне жарата ма, ол мәселе қалай болады? Или өзің алып кетуің керек па? Теріс несін? Құрбандық шалған кісі негізі бұл бас сирағы мен терісін өзі алып садақа етіп жіберу керек негізі. Бұны сатуға болмайды, және қасапшының ақысына да кіргізуге болмайды. Сен қасапшыға ақшаңды беріп тұрсың? Иә, қасапшыға бөлек келісу керек оған. Құрбандыққа қатысы жоқ оның. Мынау құрбандыққа шалынатын малға мүлдем қасапшының ақысын кіргізуге болмайды. Бұл бас терісін мысалы апарып, кейбіреулік кісілер жемейді өздері, бір жерге апарып өткізіп жіберуі мүмкін. Оны өткізгеннің өзінде де сол ақшаны садақа қылады. Толықтай құрбандыққа кетеді алған малы, иә? Дұрыс. Кей кездерде мысалы сойып жатқан кездерде енді білмейтін, ол мүмкін біздің басымыздан да өткен шығар, етті жаңағы аласың да бас сирағы жаңағы кімге кетеді, сосын сол жерде апалар жүреді өзі жаңағы шек-қарын тазалап, сол еңбек ақысына сол шек-қарын алып жатады. Ол да болмайды. Құрбандық малым болмайды олай жасауға. Шек-қарын тазалаған апаңа 500 теңгеңді бөлек ақшасын беріп, бас сирағыңа да барлығын өзің алып, өзің таратып жіберуің керек. Садақа, сол жердегі апаға садақа апа мынау сізге деп садақа ретінде қалдырса болады, ақысынан бөлек. Болды. Ақысына кіргізбеу керек бірақ. Ақшасын беріп тазалатасың. Иә. Сонда да апа мынау сізге хадия, садақа ретінде деп, иә? Болды, Алла разы болсын. Құрбандықтан бір үлес ретінде қалдырып кетуге болады да. Дұрыс. Бірақ ақысын бересің, тазалаған ақысын бересің. Дұрыс. Тазалағаның үшін мынау сізге қала берсін апа деген нәрсе болмайды. Болмайды. Дұрыс. Көбінесе енді барған кезде 500 теңге берсең тазалап беріп жатады. Сол сияқты мәселелер ғой енді. Жақсы, түсінікті. Келесі сұрақ. Құрбандықты міндетті түрде өзі шалу керек па, әлде басқа біреу арқылы шалса бола ма дейді. Құрбандықты негізі әсілі егер қолдан келіп жатса, мал бауыздай алатын болса, жаңағы қинамай, азаптамай, өзінің шалғаны абзал. Құрбандықты өзі шалған абзал. Себебі пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның хадисі бар, Фатимаға қызына, ей Фатима, жаңағы құрбандығын шалған кезде қарап тұр, алғашқы шыққан қанның тамшысы себепті күнәларың кешіріледі деген. Сол үшін ол жерде егер қолдан келсе өзі жаңағы бисмилласын айтып бауыздап, сол жерде басында болғаны жақсырақ, абзалырақ. Мысалы қойды бердің қасапшыға, бірақ ары қарай жіліктей алмайсың деген сияқты. Бірақ бисмиллаңды айтып, Құраныңды оқып, Құран оқу міндетті ме? Басында. Міндет емес. Енді бұл біздің қазақтың жаңағы салтында қалыптасып кеткен жағдай нәрсе. Ал бірақ негізі шариғатымыз міндеттемейді бұл нәрсені, жүктемейді. Құран оқысаң да қарсы емес. Тіпті кейбір ғалымдар мал бауыздалатын жерде, бауыздалайын деп тұрған кезде, ол жерде бисмиллахир-рахманир-рахимді толық айтуға болмайды дейді. Құран оқыған былай тұрсын. Толық айтуға болмайды. Ол жерде Алланың рахымын, мейірімін не қылуға болмайды, себебі бисмиллаху акбармен бәрін тындыру керек дейді. Егер де мысалы құрбандық шалайын деп тұрсың, бисмиллаху акбарыңды айттың да құрбандықты өзің шалдың, қанның шыққанын күттің басында. Ары қарай жаңа қасапшыға берсең, жіліктеп терісін сыпырып, сен бірақ басында боласың.
Болды. Себебі кейбір кісілер ақшасын беріп жібереді, өз басқа зәру болмаса да басқа іспен шұғылданып кетеді ғой. Сол кісілердің барынша құрбандық шалынып жатқан кезде басында болғаны абзалырақ. Иә, ең бастысы енді Алла тағалаға біздің еті де басқа да бармайды, ең бастысы ниет қой. Ниет қой, иә, ниет. Сол жерге ниеттеніп, Алла үшін барып, өзің бауыздап, сол жерде басқасында болып, сол үшін сол жерде Алладан кешірім сұрап тұрсаң, Алланың енді рахымы мол ғой. Альхамдулилля. Алла сол күнге жеткізсін баршамызды. Келесі тағы бір сұрағымыз, құрбан шалмай, оның орнына сол ақшаны садақа етіп таратып берсе болады ма дейді. Ақшасы жетіп тұрса, мал-мүлік жаңағы дүниесі жетіп тұрса, бұл адам міндетті түрде құрбандық шалуы керек. Жаңа жоғарыда үкімін айтып кеттік, уәжіп. Бұл қасиетті шариғатымыз бұл адамнан құрбандық шалуды талап етеді. Оны жаңағыдай құрбандыққа жете тұра ақшаны садақа етіп жіберу дұрыс емес. Керісінше бір мал алып, қой алып, не болмаса ірі қараға жетсе ірі қара алып, құрбандық қылып, қайта соның етін ары қарай не үлестіру керек. Мысалы, жаңағы мынау ақшасын таратып жіберсе бола ма деген нәрсеге қатысты. Мысалы, ірі қара мал шалайын деп жатыр, мысалы, 7 адам бірігіп. Соның ішінде мысалы жаңағыда бар. Ақшаң садақа бергеніңе жаңағы 7 адамға қосылып, мен де сендермен бірге шалайын. Бірақ ол жерде болмаса болады ма? Құрбандық шалынып жатқан кезде. Жоқ, ол міндет емес қой. Абзалдық тұрғысынан қаралады. Абзалырақ, сол басында болған абзалырақ. Ал бірақ міндет емес. Бірақ ақшасын беріп, жігіттер менің атымнан да осыған қосылайын. Дұрыс. Негізінде қосылып шалған дұрыс дейсіз ғой. Дұрыс, Алла разы болсын. Енді ұстаз бір кішкене күлкілі сұрақ, бірақ қазір әлеуметтік желі жүрген тұрысымыздың барлығын жаңағы халыққа беріп отыру, жаңағы қалай дейді, фотоотчет дейді ғой. Сол сияқты құрбан шалып жатқан кезіңде, сол құрбан шалайын деп тұрмын деп, сонымен селфи жасап, суретке түсіп, ал бауырлар, Алла қабыл етсін деп сурет саламыз. Сол мәселе дұрыс па? Әлде бұрыс па? Енді оның бұрыс екенін барлығымыз біле тұра орындаймыз ғой негізді. Бұл біріншіден адамның ниетін бұзады. Ол жерде оның құрбандығының қабыл болуы, болмауы, ол малдың семіз арық болуында, не болмаса қанның ағып ақпауында емес негізі, ниетте. Бұл ниет бұзады, мақтанкершілікке алып келеді, риягершілікке алып келеді. Кішкентай титтей жаңағыдай бір дәннің түйіріндей ол жерде ниет бұзылатын болса, Алла сақтасын, оның құрбандығы қабыл болмай қалуы мүмкін да. Сол үшін жалпы енді кейбір шараларды жақсылықта жарысу мақсатынан амал жоқ түсіресің. Ал бірақ барлығын емес те, өзің жеке жасаған, қазір көбейіп кетті ғой әлеуметтік желіде. Бүкіл жасаған, тіпті тек қана намазда қолды созуды Алла тағала рұқсат қылмаған, айтпасам намазда отқандарын кейбір кісілер селфиге түсіргісі келеді де былайынан бүйтіп. Бұл негізі жақсы нәрсе емес. Дұрыс емес нәрсе. Дұрыс, ұстаз. Енді мынау жария садақа деген мәселе бұл жерде сонымен көбінесе біз қазір шындықты өз-өзімізді ақтап аламыз ғой бәр жерде ше. Иә. Мен негізінде жақсылыққа үндеп жатырмын ғой деп ше. Осы арқылы біреу ғибрат болсын деген. Бұл мәселе бұл жерде келмейді ғой негізінде. Қайырымдылық жасау, басқа жасау, біреуді ынталандыру мақсатында сендерді ол бөлек мәселе. Ол бөлек мәселе. Яғни құрбан шалу, мешітте отырып намаз оқып отқан арттан түсіру деген мәселелер шын айтқанда дұрыс емес нәрсе. Ұстаз, құрбан шалайын деп тұрсың, дәретті болу міндет па? Құрбандықтың жаңағы дұрыс болу шартына негіз кірмейді ол дәрет. Ал бірақ мұстахаб тұрғысынан дәрет алып, кез келген, мысалы, құлшылықтар жалпы дәретпен орындалатын құлшылық бар, дәретсіз орындалатын құлшылық бар. Дәретпен орындалатын құлшылықтарды дәретпен орындау міндет. Ал дәретсіз орындалатын құлшылықтарды дәретпен орындаған абзалырақ мұстахаб амал. Құрбандық осы екінші түріне кіреді. Дәрет болу шарт емес, бірақ дәреттің болғаны жақсы. Жалпы күні бойы әйтеуір жүрген тұрысың, ішу, жеуің бәрі құлшылық қой. Негізінде жалпы дәретпен жүрген абзал ғой енді. Иә, тіпті дәретпен ұйықтаған да жақсы ғой. Бір үйден бір адам құрбан шалса жеткілікті ме дейді. Иә, бұл негізі ол үйдің жаңағы жұмыс істейтін адамдарының кірісіне қаралады бұл негізі. Әрқайсысы бөлек-бөлек жұмыс жасайтын болса,
табыстары бөлек болса, әрқайсының өзінің нисап мөлшері болса, зекет шығаратын болса, негізі әрқайсысына жеке құрбандық шалу міндет. Бұл бір үйдің балалары емес, бір үйде тұратындар болып есептеледі. Бір үйде тұратындар. Иә. Бір үйдің балалары, бірақ бөлек отаны бар, олар бөлек шалады олар. Енді бір шаңырақтың астында тұратын, мысалы, бірнеше ағайындылар болса, не болмаса, мысалы, әке шешесі және ересек жұмыс істеп жүрген, кіріс көзі бар, бала шағасы бар, мысалы. Деген секілді әлі үйленбеген. Әрқайсысының кірісі жұмысы бөлек. Кірісі жұмысы бөлек. Егер бұл нисап мөлшеріне жетсе, әрқайсысынікі жеке. Бұларға зекет те міндет, құрбандық та міндет. Жеке. Иә. Ал егерде ата кәсіп дейді ғой бізде енді. Бір отбасы арнайы өзінің ата кәсібі бар, барлығы 3 баласы да сол әке шешесі бәрі сол бір жұмыс жасайды. Оларға бір құрбандық міндет. Ол жерде қой сою, я болмаса ірі қара мал сол қарамайды, оған қаралмайды. Ең бастысы, енді мүмкіндік болып тұрса, әлбетте құлшылықты барынша жаңағыдай үлкен қылып, жаңағыдай көбірек қылып орындаған абзалырақ қой. Ал, ұстазымыз, Алла разы болсын, бүгінгі қаншама сұрақтар, көкейімізде жүрген сұрақтардың барлығына толық жауап алдық деп ойлаймыз. Алла разы болсын сізге. Ал, Құдай қаласа, құрбан шалайын деп жатқан бүкіл қазақ елі, бүкіл мұсылман қауымы шалған құрбандықтарыңыз қабыл болсын. Халыққа соңғы айтар сөзіңіз болса, сіздің сөзіңізбен тәмамдайық. Алла тағала мынау осы биыл шалатын құрбандықтарымызды қабыл қылсын иншалла, және де осы құрбан айттың құрметіне, құрбандықта шалынған құрбандықтың құрметіне иншалла осы құлшылығымыз себепті басымызға түскен Алла тағала мынау індеттен қазақ жерін құтқарсын иншалла. Амин. Алла разы болсын. Арнамыздан алыстамаңыздар. Иншалла жақсы, пайдалы мәлімет алғыңыз келсе, біздің арнамызға жазылуды ұмытпаңыздар. Алла жар болсын. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху.